Құрметті ағайын, ағымдағы жылдың 29 тамыз күні Астана төрінде 3-ші кезекті жаңа Қазақстанның құрметті азаматы атты байқаудың жеңімпаздарын марапаттау жиналысы болып өтті. Жиналысқа республика көлемінен көптеген марапат иелері қатысты. Оның ішінде жалпы жол болды әулетінен Нұрбай, Сайлаубай, Жүрсін, Серікжан, Үмітбек және Гүлгина, Мақпал қатарлы 12 адам қатысты. Айтар болсақ, Серікжан Әкпішұлы алдыңғы рет Қазақстанның патриоты атағын алған еді. Бұл рет жаңа Қазақстанның құрметті азаматы атағына ие болып, жұрт алдында тағы жарқырап шыға келді. Ал Доғдырбай ағамыз болса, Өртекесте ұзын жыл сот саласында қызмет атқарып, ерен еңбек үшін ауданнан жоғары өлкеге дейін барып, сан мәрте марапатталған еді. Алдыңғы рет жаңа Қазақстанның қаһарманы атағын алған болатын. Осы рет құрмет төрінен Доғдырбай ағамыздың Гүлгина мен Мақпал қатарлы екі бірдей қызы Қазақстанның құрметті азаматы атағын алып отыр. Жиып айтқанда, бір отбасынан осындай үш бірдей жеңімпаздың шығуы әрине бір отбасы үшін емес, жалпы ұлтымыздың мақтанышы болмақ. Сонымен бірге осы жобаға Жалеңтөс атамыздың әулетінен 5 бірдей азамат қатысып, марапат төрінен орын алды. Әрине бұл қуанарлық жағдай. Жоғарыдағы 12 адамның ішінде Аманбай Мусаұлы, Жеңіс Әкімұлы қатарлы 5 Қызырлы ел Сармық әулетінен қатысып отыр. Оның ішінде Күләш Мамырбай қызы, Шәрігүл Ордабай қызы, Нұрбүбі Дәулетқан қызы қатарлы Қызырлы елдің қыз келіндері алқаулы азаматтармен бірге марапат тұғырынан орын алып, жұрттың алқауына арқау болды. Төменде осы әулеттен шыққан азаматтарымызбен азаматшаларымыздың еңбектерін қысқаша таныстыра кетуді жөн көріп отырмыз. Аманбай Мусаұлы 1958 жылы 12 айдың 1 күні Мұңғылкүре ауданы Сарқобы ауылында дүниеге келген. 1974 жылы орталау мектепті тамамдаған соң, бір мезгіл Қаракөл орман алаңында хат-хабар, газет-журнал тасымалдау жұмысымен айналысқан. 1981 жылдан 2005 жылға дейін Қаракөл орман алаңында жүк тасымалдау көлігін жүргізіп, Құлжа, Үрімжі қалаларына ағаш тасымалдау сияқты өте жапалы жұмысты азаматтықпен үстіне алып, өз міндетін тыңғылықты орындаудың арқасында ұйым жағынан 11 рет марапатталған, еңбек озаты болып сыйланған. 2006 жылы атажұртқа оралғаннан кейін 2008 жылдан бастап Талдықорған қаласы Жетісу құбырына қызметке тұрған. Осы барыста су құрылысының күрделі техникалық жұмыстарын меңгерумен бірге көлік жүргізушісі болып жұмыс атқарып, 2022 жылы 63 жасында зейнетке шыққан. Қазір осы мекеменің арнайы ұсынысы бойынша жалғасты су құбырында қызмет өтіп, ұйымның қолдауына бөленуде. Жеңіс Әкімұлы Қытай Халық Республикасы Өртекесте 1972 жылы дүниеге келген. 1989 жылдан 1991 жылдар аралығында Іле мал шаруашылық колледжінде оқыған. 1991 жылдан 2015 жылдар аралығында Қайыңды ауылының мал шаруашылық пунктінің және ауыл әкімі қатарлы міндеттерді атқарған. 2008 жылдан 2011 жылдар аралығында өлкөлік экономика басқару институтында білім алып, оқуын қызыл дипломмен бітірген. 2016 жылдан бастап атажұртқа қоныс аударып келіп, Алматы облысының Кеген ауданынан 290 гектар жайылым жер, Байсерк ауылынан 10 гектар егістік жер алып, жеңіс шаруа қожалығын құрып, егістік жерге жылы жай салып, қияр, қызанақ және картоп баптап өсіруде.
Ал жайылыс жеріне 500 бас ұсақ мал, 70 бас ірі қара мал өсіріп, 6 адамды жұмысқа тартып шаруашылығын шалқытып отыр. Жеңіс Әкімұлы алдыңғы рет Жаңа Қазақстанның патриоты деген атақ ие болған еді. Бұл рет Жаңа Қазақстанның құрметті азамат атағын ие болып, мінбеден орын алды. Күләш Мамырқанқызы Өртекес ауданының Шекірті деген жерінде 1964 жылы 8 айдың 6 күні дүниеге келген. 82 жылы толық орта мектепті тауысқан. Іле Мәлия мектебіне оқуға түсіп, қызыл дипломмен тамамдаған. 1987 жылдан 2000 жыл аралығында аудандық баспаханада жұмыс істеп, осы баспахананың техникалық жұмыстарын толық меңгеріп отырып, қажырлықпен жұмыс жасап, ұйым жағынан 13 рет марапатталған. 2004 жылы Қазақстанға қоныс аударып келіп, Байсеркеден 1 гектар жер сатып алып оған саңырау құлақ өсіретін 4 жылыжай ашып, саңырау құлақ өсірумен айналысып, көптеген алармандардың қажетін қанағаттандырады. Күләш бұл күндері 10 адамды жұмысқа тартып, кәсібін барған сайын жандандыруда. Өзінің осындай іскерлігінің арқасында атақ абыройы асқақтап, қалың қауымның құлағына жетіп үлгерді. Осы бір нәзік жанды азаматшаның ерен еңбегінен хабар тапқан Қазақстан ұлттық телеарнасы өткен жылы арнаулы телехабар жасап, еліміздің іші сыртындағы бірнеше миллиондаған көрерменге үлгі етіп көрсетіп таныстырды. Күләш бұл күндері осы кәсібін барынша жандандырып, болашақта тіпті де көлемін ұлғайтып, жалпы 15-20 адамды жұмысқа тартуды жоспарлауда. Шәргүл Ордабайқызы 1965 жылы 7 айдың 9 күні Моңғылкөл ауданында туылған. 1980 жылы толықсыз ортаны тамамдаған. 81 жылдан 2004 жылға дейін аудандық астық пунктінде жұмыс жасаған. Өзі нәзік жанды азаматша бола тұра белсенді, іскерлігі арқылы жұрттың алқауымен жоғары орынның қолдауына ие болуының нәтижесінде астық мекемесі мен аудандық халық үкіметі жағынан сан мәрте сыйлықтармен орын алған. 2004 жылы Атажұртқа бір жолата көшіп келіп қоныстанған. 2008 жылдан 2013 жылға дейін 5 гектар жерге түрлі дақылдар егіп, отбасылық шаруашылығын дөңгелетіп, мол табысқа кенелген. Ерінбей еңбек етудің арқасында көптеген жұмыстың бабымен ауқаттанудың көзін таба білген ол 2021 жыл 3 айдан бастап өз атында Қазына Нұр атты кәсіпорын ашып, 13 адамды жұмысқа тартып, шаруашылығын шалқытуда. Бұл күндері осы өнеркәсіп орнының құрамында көлемді азық-түлік дүкені мен бетон шығару зауыты қатарлы іске қосып, халықтың сұранысына ие болып отыр. Шәргүл қарындасымыздың бір ерекшелігі өзі ауқаттанғанда басқалардың ешқашан ұмытқан емес. Қайта баса ұрғанға, сүйеуші, жығылғанға демеуші. Болудай жақсы қасиетті бойынан тастамады. Қайсы біреулер сияқты еліге істеген жақсылығын ешқашан жұртқа жария еткісі келген емес. Ол әрдайым оң қолың бергенде сол қолың көрмесін дейтін ізгі қасиетті ұстана білді. Шәргүл ұрпақ тәрбиелеу жағында да баса мән берумен бірге мектептің түрлі қимылдарына белсене атсалысқан үшін 2020 жылы Қазақстан орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұстаздар атынан алғыс жарияланды. Сонымен бірге 2021 жылы ең белсенді атана деген абыройға атаққа ие болды. Нұрбүбі Дәулетқанқызы 1970 жылы 12 айдың 24 күні Қытай Халық Республикасының Моңғолкөл ауданында туылған. 1976 жылдан бастап 1985 жылға дейін осы ауданның бірінші орта мектебінде толық ортаны бітірген. 86 жылдан 89 жылға дейін Құлжа қаласында тігіншілік мамандығы бойынша орта техникумды тамамдаған соң өз туған жеріне келіп, өз алдына тігінхана ашып, оннан аса шәкірт тәрбиелеп, ауыз толтыра айтарлықтай нәтиже жаратып,
катысты мекемелер жагынан 10 неше рет марапатталган. 2018 жылы ата журтка bir жолата көчүп келип Алматы облысы Шелек ауылына орнасып, өз мамандыгы боюнча тагы да тигинкана ачкан. 2019 жылы оңтүстүктөн солтүстүккө конус аударуу багдарламасы боюнча Павлодар облысы Майский району Көктөбө ауылына көчүп барып, өкмөттүн колдообу менен тагы да тигинкана ачып, 3 адамды жумуспен камтыган. Нұрбөбө тигинкана менен шугулдануу барысында кем дегенде 50ге жуuk кыйынчылыгы бар мектеп окуучулары мен 30га жуuk эресек адамдардын кийим-кешегин тегин тигип берип, журттун алкабына бөлөнгөн. Ол казыркы таңда Алматы каласында өз касыбына айналысып шакырт тарбиелөө үстүндө.